bölünетін боламыз. Бірінші топ бізде Ерасыл, Зарина, Елжан, Санжар, Жанбота, Мунира, Мадина. Екінші топ бізде Эля, Жасмин, Жан, Досжан, Рустая, Аян. Осы топ бойынша отырамыздар. Бізде бүгін сабақта кім жоқ? Жақсы, үш оқушы жоқ екен, жарайды. Балалар, жаңа тақырыпқа өтпес бұрын үй жұмысымыздан, иә? Кімде үй жұмысы бар? Тақтаға бір қараймыз. Кімде үй жұмысы бар? Берген тапсырманы кім оқиды? Өзіне бір балл белгілеп отырады. Демек, оны қалай белгілейміз? Өзімізді қалай бағалаймыз? Мен бағалау парағын тараттым, иә? Осы бағалау парағы арқылы әр тапсырманың дискриминатор бойынша өздеріңді бағалап отырыңдар. Жарай ма? Жақсы. Үй жұмысы кімде бар? Санжар оқу. Ажан Жұмабаев. Ол 1893 жылы солтүстік Қазақстанда дүниеге келген. Жақсы, Елжан, ары қарай жалғастырамыз. 1938 жылы халық жауы деп ату жарасына кесілді. Жақсы, келесі. Жасмин. 1928 жылы Мәскеуде төменгі сыныптарға арналған оқушыларға сауат бол деген атты жарыққа шыққан кітабы болды. Жақсы. Нұрсая. 1923 жылы Ташкентте педагогика атты кітабы жарық шықты. Жарыққа шықты. Жақсы, тағы кімде бар? Тағы кім оқиды? Мунира. 1923 жылы Ташкентте педагогика атты кітап шығады. Жақсы, өте жақсы. Жарайсыңдар. Балалар, кімде үй жұмысы бар? Өзіне бір балл белгілеп отырады. Жарай ма? Жақсы, өте жақсы. Келесі. Балалар, тақтаға бір қарайықшы, қандай сурет көріп тұрмыз? Демек, бұл сурет бойынша бүгінгі тақырып қалай аталады? Өте жақсы. Бүгінгі тақырып Батыр Баян поэмасы Мағжан Жұмабаев, иә? Бүгінгі сабақтың мақсаты бізде. Бүгін не істейміз? Біз шығарманы оқыдық. Осы шығарма бойынша әдеби шығарманың сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдайтын боламыз. Түсінікті ғой? Жақсы. Балалар, дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күн жазамыз. Ары қарай біз тапсырма орындайтын боламыз. Бізде бірінші тапсырма көріп тұрма балалар сендерге? Жақсы. Бірінші тапсырма оқиғалар тізбегі деп аталады. Демек, оқылған шығарма бойынша сюжеттік композициялық талдау жасайтын боламыз. Шығарманың басталуы, байланысуы, даму, шарықтау шегі және шешімін табамыз. Балалар, дескрипторда көріп тұрғандай, бұл тапсырманы кім орындады? Қай топ жақсы орындады? 4 балл өзімізге белгілейміз, дей ма? Балалар, қазір бұл тапсырманы орындау үшін сендерге парақты таратамын. Сендерде 2 минут уақыт бар. Осы кесте бойынша тез-тез толтырамыз, иә балалар? Балалар, бұл топта қалай жұмыс жасайды? Жылдан орындаймыз. Бізде уақыт шектеулі. Балалар тапсырманы қайта орындап болды. Білу үшін бір сәтке жасау керек. Бізде екінші топ дайын екен,
birinchi to'p. Istaymiz va? Yaxshi, o'ta yaxshi. O'tiraveradi. Bolalar yaxshi. Biz o'zi kessiy bo'yicha yasadik-ku. Qoldirma va? Bari yaxshi bo'ldi. Demak, bolachasingizdagi suratlardan bu yerda o'qiganning tizbiga yozilgan. Demak, o'zi surat bo'yicha ret-retmen o'rnalashtiramiz. So'zsiz aushcha qaldab aytib beramiz. Jarima? Bo'ldi, to'ppen o'rnaladi. Dayet, birinchi to'pdaymiz va? Yaxshi, o'ta yaxshi. Bolalar, topshirmani qo'rquvga har to'pda 1 minutdan berima. Yaxshi. Birinchi to'pdaymiz va? Suratni ko'rsatamiz, qalay o'ynaladi. Сол қызды көргенде олар ғашық болып қалады. Екінші топ тыңдаймыз. Екеуі ғашық болып соң мен қашып кетейік деген. Сол кезде Батыр Баян осыны біліп Ашуға содан кейін артынан шабуыл жасайды. Оларды іздейді, иә? Оларды өздерінен соң олар қайтыс Батыр Баян содан кейін қалмақтарға шабуыл жасап, өзі қайтыс болды. Ерлікпен. Жақсы, өте жақсы. Жақсы, рахмет. Келесі екінші топ. 18-18 ғасырда Абылай ханның әскері Батыр Баян деген батыр болады. Бұл жоба жапсырған кезінде. Жақсы. Батыр Баян өзінің інісімен Ноянды және сұлу қызды тұтқынға алады. Ноян мен сұлу қыз оны екеуі танысып және де қашып кетуге бел болады. Содан кейін ол екеуі қашып кетті және де екеуін өлтірді. Артынан бармайды ма іздеп?
қыпшақ қызын өлтірген кезде өзінің не істеп қойғанын білмей жылайды да, және бірақ оған елдің намысы, өзінің намысы інісінен үлкенірек болады, және де ол сол өлтіргеннен кейін інісін Абылайға мен жорыққа шығады. Сосын жолығанымен Батыр Баян соғысқа шығады да, Батыр Баян қайтыс болады. Жақсы, жарайды. Балалар, тапсырманы орындадық. Енді тақтаға мұқият қараймыз. Жаңағы орналастырған суреттердің бойынша дұрыс па, дұрыс емес пе? Видеодан көретін боламыз, жарай ма? Қазақ даласында Абылай ханның аламанына аты аңызға айналған Батыр Баян болған. Ел үшін жанын берген, елі мен жұртын қорғаған айбынды батыр еді. Бір жорықта ол сұлу қалмақ қызы Құралайды тұтқынға алады. Баянның жүрегінде оған деген махаббат оянады. Алайда Құралайдың жүрегін басқаған Батыр Баянның туған інісі жас батыр Ноянға тиесілі еді. Екі жас бір-бірін шын сүйді. Бостандық пен махаббат үшін олар туған елдеріне қашуға бекінді. Бұл әрекетті Батыр Баян елге оңашалықпен, сақтық деп қабылдады. Ашуға булыққан Баян олардың артынан қуды. Жетіп барып Ашу мен Күйіктің жетегінде жүрді. Туған інісі Ноянды оқпен атты. Ал сүйгені Құралайды да аттан құлатты. Сол сәтте ғана Баян жүрегінің шындығын түсінді. Бұл сатқындық емес еді. Бұл махаббаттың қайғысы, тағдырдың қасіреті болатын. Бірақ ол батыр еді. Ел намысын бәрінен биік қойды. Абылай ханнан рұқсат сұрамай-ақ 100 қазақ жігітін ертіп қалмаққа қарсы аттанды. Соңғы шайқаста Батыр Баян ерлікпен қаза тапты. Ол махаббаттың да, ел намысының да жолында жанын құрбан еткен батыр болып қалды. Жақсы. Көрдік па? Иә. Тапсырмамыз дұрыс па екен? Иә. Кейбір қателіктер бар, иә? Екі топтарда кейбір жерде қателіктер болды. Демек, біз басталуы жақсы шарықтау шегіне келгенде екі топта да қателік бар. Демек, қанша балл болады сендерде? 3 балл өзімізге белгілеп отырамыз, иә? Жақсы. Жақсы, балалар, енді кері байланыс берейік. Не түсіндік? Жалпы, бұл поэманың тәрбиелік мәні мағынасы не екен? Кім айта алады? Батыр Баян, Мағжан Жұмабаев Батыр Баян деген поэмасында өз еліне адалдық туралы, иә? Сосын ары қарай. Жақсы, рахмет. Мағжан Жұмабаевтың Батыр Баян атты поэмасында өзінің інісі мен сұлу қыздың махаббатына қарағанда өзінің еліне деген сенімділігін дәлелдеп болады. Тағы кім не айта алады? Тағы қандай ой айта аласыңдар? Айта ғой. Батыр Баян өзінің елі үшін барлық жанын берді. Тіпті өзінің туған інісіне сатып, өзінің ел намысында елін қорғап жүрді. Сатып кеткен жоқ қой. Сатып кетті ма? Сатпады. Отанына деген сүйіспеншілігі үшін махаббатты құрбан етті, иә? Жақсы, кім айтады? Зарина өзіңді айта алады. Батыр Баянда ол өзінің інісіне қараған махаббатының жамандығы емес, ол өзінің халқын сатып кеткен адамның іс-әрекеті жаман деп ойлады. Дұрыс емес деп ойлады. Жақсы, өз елін, жерін, отанын қорғау үшін махаббатты құрбан етті деп айтуға да болады. Жақсы, жарайды. Балалар, өзімізді бағалаймыз, тақтаға бір қараймыз. Бағана ескертіп айтқан бағалау парағы бойынша белгілеп отырыңдар деді. Жақсы, балалар, осы тапсырма бойынша біз өзімізге 3 балл белгілейтін болдық. Және үй жұмысы бар, иә? Белгілеп ойындар өздеріне. Жақсы, өте жақсы. Жарайсыңдар.